Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қашық вилканың қалай үй жағдайында мұнтаздай таза, әдемі қалай жуу керектігін сіздерге көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, қайнататын боламыз. Қайнаған суымыздың үстінен 3 ас қасық ас содасын және 2 ас қасық тұзымызды салып, қасық вилкаларымыздың барлығын салып, 30 минут 40 минут көлемінде жай отта қайнатамыз. Қолдарыңызға абай болып, басқа ыдыстарға қасықтың барлығын салып аласыздар. Вилканың ортасында сап-сарының барлығы оңай осылай жуып, видеодағыдай жуып алсаңыздар, оңай кететін болады және тап-таза болып шығады. Осындай майда ыдыстарыңызды да салып қайнатсаңыздар, тез кетеді сыртындағы майының барлығын. Тек қана қасықтарды ғана емес, ожау барлығын осы рецепт бойынша тазаласаңыздар, үйлеріңізде қасықтарыңыз жып-жылтыр, сондай тап-таза болып қалады. Сондықтан осымен жасап көруге кеңес беремін барлығыңызға. Сіздермен болған Сандуғаш. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.